Лина деген қызым, анасы болады. Мен Алмасхан деген жігіттің мамасы Әсел. Айтбек дейтін баланың әкесі. Аты жөнім Құбылан Данышуақ, Марат Махамбетов балам. Мен ағаға бүгінгі кезінде болып жатқан ата-анашасын қош келдіңіздер. Баламыз мектеп тамағын биыл аттап жатыр. Қадамдарына жүргізсін дегендер. Аман жүрсін. Бізге осы фактілерді сіздер өздеріңіздің ойларыңызды бақытты отбасы қандай болу керек? Бақытты отбасыға, ауызбіршілігі мол отбасына қамқорлық берілген балалар, ондай балалар көбіне ашық, жарқын өз ойын жеткізе білетін. Үйде не көрсе, соны ұшқанда соны не істейді деп, олар дегенде атаның бірінші отбасындағы жылулық, татулық, қамқорлық, ауызбіршілік, мысалы мейірімділік, сүйіспеншілік, соның бәрі отбасыдан алады бірінші. Зейіндері ашылып, білімді болсын деймін. Сосын көңілді болып жүрсін, көңілдері жақсы болса, сабақты сіңімді болады. Жақсы. Бір ауыз сөз айтып лектеріңіз. Бәріміз бақытты болайық. Балдардың дені сау болсын. Үштікте болайық, ата-ана, бала, мұғалім. Барлығы үштікте болса, баланы жақсы тәрбиелеп деген ойдамын. Оқушылардың қадамы құтты болсын, сабақтары тек 5 болсын. Амен. Дендері сау болсын, сабақты тек 5-ке болсын. Балаларымыздың, ұстазымыздың, ата-анамыздың ауызбіршілігі бір болсын, Оқушылар жақсы оқысын. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Бұның өзі сыйластық деп ойлаймын. Осылай үнемі ауызбіршілікте ауызымыз бір болса, балаларымыз біздің жақсы тәрбиеленіп білімді болады деп есептеймін.